Сбор денежных средств на подарки учителям и администрации школ запрещен. Выразить свою благодарность школе и учителям выпускники могут традиционным букетом цветов, поддержав благотворительные инициативы по посадке деревьев или организовав концерт и подобное. Важно отметить, что бывают случаи, когда родители сами инициируют сбор средств с других родителей. При этом не все готовы поддержать эти инициативы. Отсюда и возникают споры. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к родительской общественности и напомнить, что в Казахстане среднее образование является бесплатным, и оснащение учебных заведений происходит за счет государства. Поэтому сборы дополнительных средств родителей категорически запрещены. Бүгінгі күні біздің департаментпен осы облыс мектептерінің балабақшаларының және колледж директорларына оқу жылының соңында заңсыз ақша жинау фактілерін алдын алу мақсатында осындай жиын өткізіліп жатыр. Бізге школ орталығымызға 14-24 үнемі ата-аналардан наразылық арыз шағымдар келіп түседі. Яғни мектептің жөндеу жұмыстарына, сыйлықтарға ақша жиналады деп. Сондықтан мектепте білім туралы заңның 63 бабына сәйкес ешқандай да ақша жинауға тыйым салынған. Ондай фактілер болған жағдайда біздің департаменттің 298888 номеріне немесе 1424 кол орталығына хабарласуды сұраймыз. Бірде-бір факт қараусыз қалмайды. Ата-аналар, хабарласқан ата-аналар жайлы ақпарат құпия болып саналады. Ол ешқай жерде жарияланбайды. Сондықтан ата-аналарға қорықпай, сондай фактілер орын алған жағдайда бізге хабарласуды сұраймыз. 2020 жылдан бастап 2024 жылдың 4 айында біздің облыс бойынша осы білім саласында 68 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы анықталған болатын. Олар бойынша 58 қылмыстық іс тіркеліп, 33 тұлға жауапкершілікке, қылмыстық жауапкершілікке тартылды, яғни сотталды. Жалпы келтірілген залал 221 миллион теңгені құрайды. Яғни бүгінгі таңда осы білім беру саласы сыбайлас жемқорлық деңгейі жоғары салалардың қатарына еніп отыр.